Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай сникерс пирогының рецептісімен бөлісетін боламын. Пирог өте оңай дайындалады және бисквитін шоколадты трайфлға, тортқа, пирогқа қолдануға болады. Бисквиті өте жұмсақ, ауызда ериді. Енді дәмі сникерстің дәміне ұқсайды. Ал ендеше кеттік, жасалу тәсілімен бөлісетін боламын. Әрине әдеттегідей 2 жұмыртқадан бастаймыз. Жұмыртқаны ыдысқа саламыз, одан кейін артынша қантты қосып, жақсылап миксерлейміз, ағарып, көпіргенше миксерлейміз. Және айта кететін жайы, бисквиттің жақсы көтерілуі осы массаға байланысты. Массаңыз жақсы көтерілсе, бисквит те жақсы көтерілетін болады. Одан кейін сұйық май қосып араластырамыз. Айран қосамыз. Барлық осы сұйық заттарды біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Араластырып болған соң құрғақ заттарды қосамыз. Шым тұз. Одан кейін ұнды қосамыз, електен өткізіп. Ұнды електен өткізіп болған соң артынша қопсытқышты қосамыз. Електен өткіземіз, одан кейін какаоны да електен өткізіп қосамыз. Және де ұнды бірден салмаңыз, аз-аздан бөліп салыңыз. Себебі жұмыртқаның көлемі кішкене болса, ұн көп болса, массаңыз қоюланып қалуы мүмкін. Сол себепті жұмыртқаның көлеміне мән беріңіз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Және де массамыз қою немесе сұйық болмауы керек, біркелкі масса болуы керек. Біркелкі массамыз дайын болды, енді формаға құямыз. Дайын болған массамызды фольга төселген формаға құямыз. Форманың диаметрі 24 см. Құйып болған соң бір тегіс етіп жаямыз. Және де алдын ала қызып тұрған пешке апарып саламыз. 170 градуста 25 минут пісіреміз. Бисквит пісті, спашкамыз құрғақ. Бисквит әбден салқындаған соң осылай формадан босатып аламыз. Осылай бисквиттің шетін пышақтың көмегімен босатып, формадан шешіп аламыз. Келесі осылай бисквиттің шетін дөңгелек кесу үшін тарелканы қолданамын. Шетін қалдырып, ортасын ойып аламыз. Шетін пышақтың ұшымен кесеміз. Түбіне жеткізбеу керек. Қаласаңыз тарелканы қолданбай кесуге де болады. Пирогтың шетін кесіп болған соң ортасын көбіктеп кесеміз, пышақтың ұшымен кесеміз және түбіне жеткізбейміз. Көбіктеп кесіп болған соң осылай вилканың көмегімен бетіндегі корждарды аламыз. Бисквиттің ортасын бір тегіс етіп ойып болған соң салмасын дайындаймыз. Ол үшін арахис және де шоколадты сгущенка керек. Шоколадты сгущенканы ортасына қасықтың көмегімен жағып шығамыз. Осылай шоколадты сгущенканы жағып болған соң бетіне арахисті саламыз. Менде тұздалмаған арахис. Тұздалған арахисті де қолдансаңыз болады. Жақсы үйлеседі. Арахистің барлығын салып болған соң шоколадты глазурь дайындаймыз. Ол үшін Қазақстан шоколады 50 грамм және 15 грамм сұйық май қажет. Шоколадты микротолқынды пеште ертіп алған соң үстінен сұйық майды құйып араластырамыз. Салқындаған соң арахистің бетіне жағамыз. Салқындап болды, енді шоколадты арахистің бетіне толығымен жағып шығамыз. Шетіне де жағамыз. Және де достар, осы видео сіздерге ұнаған болса, төменге пікір қалдырыңыздар, лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Шоколадты жақ болғаннан кейін ең соңында әсемдеу үшін қалған арахисті қолданатын боламын. Осылай
оқтаудың көмегімен ұсақтап алған соң шетіне себетін боламын. Жаңағы ұсақтап алған арахисті шетіне себемін. Бұл пирог өзіме қатты ұнады. Көп қонақ шақырған кезде пирогтың өзін 4-ке бөліп, дастарханға басқа пирогпен немесе сметаникпен түрлендіріп қойсаңыз болады. Сізге де ұнаған болса жасап көріңіз. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.